Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Жұлдыз, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі ерекше, өте оңай дайындалатын чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге фарш, тұз, бұрыш, сәбіз, пияз, картоп және де лаваштың қамыры қажет. Картоптарымызды жақсылап ұсақтап турап аламыз. Картоптарымыз өте ұсақ болу қажет, себебі ірі болып қалса, олар піспей қалуы мүмкін. Сәбізімізді солай ұсақтап турап аламыз. Негізінде тек қана фарш және де пиязды араластырып істесеңіздер де болады. Менің жолдасым картоп пен сәбіз араластырған жақсы көреді, сол үшін де мен қостым. Араластырамыз, сосын дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Тұз бен бұрышты мен алдын ала араластырып алдым. Сосын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Ас қасықпен бір қасық сұйық май құямыз, сосын тағы да жақсылап араластырамыз. Салмамыз құрғақ болып қалмауы қажет. Сосын қамырымызды алып, осылай дөңгелек пішініне келтіріп аламыз. Тарелкамен или басқа да заттардың көмегімен осылай ойып алсаңыздар болады. Салманы ортасына шейін салып, шет-шетіне жұмыртқаны жағып алдым. Қамырымыз жұқа және жұмсақ болу қажет. Жұмыртқа ол қамыр бір-біріне жабысу үшін қажет. Сосын қолымызбен осылай қатты басып шығамыз. Сосын шанышқының көмегімен осылай тағы да басып шығамыз. 2-3 рет қайталап басып шығуымыз қажет. Сонда қамырымыз ашылып кетпейді. Лаваштың қамырының рецептісі менің каналымда бар. Төбеден сілтеме шығады, соны басып көрсеңіздер болады. Бәрін осылай жасап алдық. Енді бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Мен бетіне мак сеуіп шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай күнжут немесе мак сепсеңіздер болады. Міне достар, дайын болды. Өте керемет шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, және де алдағы уақытта қандай тағамдардың рецепттерін түсіруді қалайсыздар, соны комментарийге қалдырып кетіңіздер.